Тойға дайындалған торттың бағасы 59 миллион теңгеден асады. Бұл ал шетелде емес, өзіміздің Шымкентте өткен үйлену тойындағы дәмді тағамның құны. Екі жастың қуанышында бірнеше адам оны ортаға алып шыққанда аузын ашып, көзін жұмбаған адам қалмапты. Биіктігі 4 метрден асатын тәттінің видеосы мен фотосы әп-сәтте әлеуметтік желіні шарлап, талай әңгімеге арқау болуда. Сонымен 59 миллион теңгеге торт жасатқан той иелері. Жұртты таңғалдырған дәмді өзіңіз көріңіз. Талай адамның таңдайын қақтырып басын шайқатқан екі жастың үйлену тойы қаладағы 5 жұлдызды қонақ үйлердің бірінде өткен. Дүбірлі тойға облыс әкімінен бастап экс-министрлігі дейін қатысқан. Өнер жұлдыздары өз алдына бір төбе, Геннадий Головкин, Бейбіт Шүменов сынды танымал спортшылар да осы жерде бой көрсетіпті. Шетелдік әншілер Джей Шон, Валерия, Дато, Доминик Джокер, Бандераш және басқасы да өнер көрсеткен. Ал той тізгінін әйгілі әзілші еліміздегі ең қымбат тамадалардың бірі Тұрсынбек Қабатов ұстады. Міне көріп отырсаңыздар, торт міне екі қос атымен өзі айналып келе жатыр. Это просто супер. Не деген торт мынау. Тойдың басты ерекшелігі алып торт болды. Қамал кейпінде жасалған оны бірнеше адам ортаға алып шыққанда таң қалмаған адам қалмады. Оны ресейлік маман Ренат Агзамов арнайы тапсырыспен жасаған. Биіктігі 4, диаметр 3 метр, ал салмағы 2 тоннаға жуық. Әйгілі шебер оны өз командасымен бірге той өткен қонақ үйде 3 тәулік бойы көзілмей дайындапты. Міне қандай керемет. Талай тортты көріп жүрміз. Бірақ мынандай тортты мен бірінші рет көріп тұрмын, өз басым. Тойда түсірілген видеолар мен фотолар әпсетті әлеуметтік желіні шарлап кетті. Ал оған қатысты жазылған пікірлерден көз сүрінеді. Бірі оны әлемнің 8-ші кереметіне баласа, өзгесі бұл тортты бұзығында келмейді екен деген ой айтты. Баяғыдағы торттар қандай, екі кекс ортасында сгущенка. Ал қарапайым қазақстандықтар $179 мың не алуға болар екен деген сұрақта тастауда. Мұны теңгенің қазіргі бағамына шақсақ 59 миллион теңгеден асады екен. Қарапайым арифметикаға сүйенсек, бұл қаржыға Шымкенттің қақ ортасынан 3 бөлмелі 4 пәтер немесе бағасы 3 миллион теңгелік 20 шақты автокөлік алуға болады екен. Ал 60 мың айлық алатын қатардағы мемлекеттік қызметкер бұл ақшаны 82 жыл бойы үздіксіз жұмыс істеген ғана таба алатын көрінеді. Ал бұл тойды оңтүстікке белгілі кәсіпкер Серікжан Сейітжановтың жасағаны белгілі болды. Forbes тізімінен ойып тұрып орын алған оның немересі үйленіпті. Бүгін әлеуметтік желіде күйеу баланың суреті жарияланды. Жұрт болса екі жасқа бақыт тілеп жатыр. Пернебек Біләлбек, Еркін Оразбаев, Шымкенттен.